Андан ақындар ардап жар салаты, қарачың асаба тойындың айталат. Тарықта қалған чоң изи бүгін таластан ұлы салтанат. Қошқырдан келген құдалар қарачық қуаныш менен дой баратат. Кен талас менен кен қошқыр қарачық кереметті бүлі жаратат. Екі жаштың қадырын мінтіп аламға чейін дой таратат. Ақындық деген ошондой біз ақ тілектерді дой самасақ. Мұнан ақсақалы баш болып, апаларым төш болып, екі жаштың қадыра ел жұртыма сөз болып, келген құдам аман ба, кең таластың қадырын көрген құдам аман ба. Майрамбек болып айтылып, майрам менен салтанат, башқалған құдам аман ба. Қасиетің авалқы сақталған құдам аман ба. Тетігі сарбағыш болып қошқырды уланған құдам аман ба. Ақ тілекті балдарға сұранған құдам аман ба. Құлдығын айтып құдаңыз қаршы алдыңдан дой шығышты. Ақындар келіп атая, құдалар келет екен деп бұна көңілдерін дой бұрышты. Емің емір менен аяна дөөлөттүү жаштар болусын. Сөз атасың ақбата дөөлөттүү жаштар болусын. 90 күзгө жашаған мөөнөттүү білө болусын. Бири-бирин сыйлаған қадырман білө болусын. Ел өзінің арқачан бұйырсаң алынған білө болусын. Қағылайым мақсатым қалғанын емесен айттың. Құдалар келген екен деп мұна қуаныш менен кеп айттым. Екі жаштың қадыры адамға чейін толысын. Емір менен аяна қарачың алысқы жерде жолықтың. Екі құдаң айтарым, түбөлік 1000 жылдық құда болысын. Қадырдың ел жұрт бардығымызы қолчап қоштап тұрады. Құдаларымыз бүгін бірі тойға келген уаға. Қара қошқыр жерінен, хан ормандың елінен, құдалар келген чақтары, батырлар шыққан тегінен. Құдаларды көргенді, қаршыға құштай теміннен, салтменен жарды чақырып, келген елдің барына, көкіректің içine, көп сөзді бірген батырып, ақ тілегіміз бүгін бір, екі жашқан айтылып, тосып тұрған чағыбыз, құдалар менен бүгін бір, алтын баштың ағайын қошып тұрған малыбыз, нұрландай жанағам, сүйініп тұрған уақы, қадырлы менің жеңе кем жүгіріп тұрған уағы, емірдің ошол бұйырса, шамшырағып жалындап, күйіп тұрған уағы, бешенесін жаратқан сүйіп тұрған уағы, нарым менен кең талас байланып тұрған чақ екен, баштарынан алтын құш айланып тұрған чақ екен, екі балаң ардайым алыста болсын жанесен, акышының төрінде аман есен жүрішсін, ағайын туған бұл күнде тойлы бұрдап күлішсін, екі жашқан айтарым ардайым doğru сүрішсін. Қалған елдің бардығын екі бала келерді çoğ нәрселерді күтішсін. Бұйырсаң егізден болсын балдары, екі önün дайым ел жұртқа жентеке жайылып тұрсын тасмады. Ақбатаны бергенген аттанып келсін жашқары. Андан құдабыз менен құдағы ұшыл жерде қалса кен. Қалған келген құда сөк дастары қондым жегіне бисмилда деп барыса кен. Атенеген айтыла тұрған сөздерді ақ таңдай ошол жан досым азамат ақын айтса келер. Анда құдалар төрге барғылаңы бүгін қуаныштарды салғыла. Таң алып тұрып қарачы дастары қонын жайды да. Анда тасында айтсақ саламды таластықтар аманбы. Қайрадан айтсақ саламды қара буралықтар аманбы. Абыдан айтсақ саламдың айтма тофтықтар аманбы. Момунун айтсақ баянды молда сандықтар аманбы. Талас деген жақшы жер тасын сөз қантип таппайын. Ерманаш шыққан езелге
Eski jurtlarım barktayın, bирок таластыктарды мактасаң кол чаба турган киши жок, акындар менен иши жок. Ой Майрамбек Куда кайдасың, анда мен кочкордуктарды мактайын. Ой көрөм деп талай адамдар, Куда көксөгөн кочкор аманбы? Тоолордой бийик турушат, чөкпөгөн кочкор аманбы? Асмандын өзүн атүгүл карачы беттеген кочкор аманбы? Анан завтрака кой союп эт жеген кочкор аманбы? Ормон канатам чыккан жер, ооматын кыргыз уккан жер. Сагынбай бабам чыккан жер, санатын кыргыз уккан жер. Турда кунатам чыккан жер, мына тарыхын бүткүл уккан жер. Эй, аянадай сулуусун, эмирдей болгон ерен уул тапкан кочкор Турбайбы, чалкайбы рызкы менен берекең ал жаткан кочкор Турбайбы. Эми кудалардын ырдайлы, Майрамбек менен Нурданым, сыйлашкан куда болгула, сырдашкан куда болгула, кең таластын боюнда бир баскан куда болгула, кагылам Нурдан жанага, илгери камманастын баалында, 40 жигити жанында, алар өзүнчө эле той кылып, той кылганда да чоң кылып, канжа кубатам карачы конокторундой мол кылып, конокторуна сыйлоого дастарконунда зор кылып сыйлаган экен абалдан. Андыктан эмир менен аяна, эгемден тилеп сурайым, буйруса зор бүлө болуп той жаралсаң, экөө зор балалуу болусун, чоң балалуу болусун, бир экөө менен токтобой мол балалуу болусун. Айдадай жеңеке чай сунуп күндө буйруса, аянадай айыңдын колуна бүтсүн ылайым. Sizde kaynene menен жанашып буйруса жолуна бүтсүн ылайым. Geliniңдин буйрусаң 2 жылда бир жолу жеңе боюна бүтсүн ылайым. Gelиндин боюна бүттү дегени кемпирдин мынан өзүңдөй буйруса жонуна бүтсүн ылайым. Ошолордун бардыгын жараткандан сурайын. Экөө болуп барышты, буйрусаң 10 болуп келишсин. Ырыскысы дөөлөтү мол болуп келишсин. Тетигиң океандын ар жагы Американын төрүндө. Эмир менен аяна ала тоосундай кыргыздын аларда кирип жатат көңүлгө. Ыраазычылык айтамын ыра жараткан Алла теңирге. Кагылам Нурдан жанага 10 небере болсо экен, мол небере болсо экен, биринчи балаң кыргызга Камманаз атаң сыяктуу баатыр болсо экен ылайым. Экинчи балаң кыргызга Эртайын тартат деп коет, Сагынбай деген бабаңдай буйруса акын болсо экен ылайым. Үчүнчү балам кыргызга Аламга кеткен Атагың Айтматов атаң сыяктуу буйруса баатыр болсо экен ылайым. Төртүнчү балаң кыргызга Нак сенин жеңи жок деген атаңдай буйрусаң асыл болсо экен ылайым. Төртүнчү менен 5-чи жуп болсоң экен ылайым. Кечкелең эркек төрөлбөй алар кыз болсоң экен ылайым. Кыз бар үйдө кыл жатпайт, жамандыктары буйруса тыш болсоң экен ылайым. 8-чи балаңар сестенип турган душманы шер болсоң экен ылайым. 9-чу балаңар тоодой кыргыз калкына тең болсоң экен ылайым. 10-чу балаң буйрусаң ооматтуу кыргыз калкына бел болсоң экен ылайым. Ошого чейин буйруса Нурдан менен Майрамбек нуру болуп турсун ылайым. Ортосунда 1000 жылдык сый болуп турсун ылайым. Кагдайын Кудаңар ортоңордон ар качан ырксыздык деген болбосун, ынтымак өзүң орносун, жамандык деген болбосун, Куда жакшылык өзүң орносун. Ооматка толсун башыңар, узара берсин жашыңара, силерди жараткан Аллам колдосун. Ара келди кол чабуулар, агайын туугандар. Кыргыздын салты менен, атабанын наркы менен жар чакырып акындар баштап кудалар тосуп алган чактары алдыңыздарда төгүлүп, кадимки кыргыздын салттуу наркы ыры менен ойдогудай ойкуп кайкырдаган кыргыздын бел акындарын бири, Кыргыз Республикасынын эл акыны, казактын маданиятынын кайраткери Азамат Болгонбаев. Кол чабуулар. Эки элге атакты чыккан кыргыздын сыймыктуу акындарын бири. Азаке бар бол.